Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Менің каналым тұрақты көрермендері. Дәл қазір сүндет тойдың тығыны ашылып кетті десек қателеспейміз, иә? 2 күннің бірінде сүндет той болып жатыр. Той көп болсын, тойға шашылайық әрине. Бірақ сүндет тойға барғанда қандай тілек айтсақ болады дегенге тоқталайық бүгін. Енді сіздерден өтініш, көп кісілердің жіберетін қателігін сіздер жібермеңіздер. Микрофон ұсынған кезде асаба жолдас тос бергеніңізге рахмет. Сіз тойды өте керемет жүргізіп жатырсыз. Біз қарқ-қарқ күліп мәз болып жатырмыз деген артық әңгіменің мүлдем керегі жоқ. Микрофонды алдыңыз ба? Терең дем алып, микрофонды жақынырақ ұстап, ассалаумағалейкум немесе әйел адам болсаңыз, саламатсыздар ма? Тойшыл қауым, той құтты болсын баршаңызға. Одан кейін аға, жеңге, әпке, жезде деп той иелеріне қарап, мынау құлақ естігенді көз көреді деген қуаныштарыңызды ортақтасуға келіп қалдық. Тойларыңыз құтты болсын. Сүндеттеліп жатқан баланың атын Әбілмансұр деп алайық. Әбілмансұрдың сүндет той құтты болсын. Мынау бұл ата-анаға міндет қой, баласын сүндеттеу дегеніміз. Мінекей міндеттеріңіз атқарып жатыр екенсіздер. Бұл қазақ әуел бастан баласын ерекше құрметпен сүндеттеген, оған ат мінгізіп құрметтеген ғой. Міне атқа мінгізіп жатыр екенсіздер. Әбілмансұр Құдай қаласа елін, жерін қорғайтын, еліне, жеріне қызмет қылатын үлкен азамат болсын. Себебі осы ат үстінде жүріп, осындай ұлан-байтақ жерімізді ата-бабаларымыз қорғап қалған. Сол ата-бабаларымыз секілді намысты жігіт болып өссін. Шумақтап айтатын болсақ, Алла тағала жанарын от қылсын, намысын шоқ қылсын, көйлегін көк қылсын, қарнын тоқ қылсын, уайымын жоқ қылсын. Бәрін айтты, бірін айт, Әбілмансұр баламыз Құдай қаласа үйленіп үлкен азамат болып, көбейіп, осы әулетімізді шежіреге сыймайтындай көп қылсын. Той баршаңызға жұғысты болсын. Ағайын, той тойға ұласа берсін, Әбілмансұрдың атағы жер жарып қараса берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет деп тілек білдірсеңіз болады. Егер де сізге менің тілек ұнап жатса, лайк басып, тойда не айтсам деп жүрген кісілерге жолдап қойсаңыз болады. Каналға тіркеліп, қолдау білдіріп қойсаңыз болады. Аман болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Әбілхайыр Асылбекұлы.